Орнымыздан тұрып, қонақтармен амандасып алайық. Сәлеметсіз бе? Здравствуйте! Good morning! Отырамыз, орнымызға жайғасамыз. Балалар, біз оқу қызметімізді бастамас бұрын бір-бірімізге жылылық сыйлап, шаттық шеңберін құрып алайық. Қане? Орнымыздан тұрайық, шаттық шеңбер құрайық. Кереге боп келіп, оқу үйреніп, біз құрайық. Жарайсыңдар балалар, орнымызға жайғасамыз. Балалар, қазір жылдың қай мезгілі? Қазір жылдың көктем мезгілі. Көктем мезгілінде неше ай бар балалар? Айларды атап өтейікші қане? Жарайсыңдар балалар. Балалар, 22 наурыз ұлыстың ұлы күні мерекесі көктемнің қай айында тойланады? Наурыз айында тойланады, дұрыс айтасыңдар. Балалар, біз наурыз мерекесінде үстімізге әдемі киімдерімізді киіп, сәнденіп, ата-апаларымызбен тойға шығамыз, тойға тамашалауға шығамыз. Сол кезде сендер байқадыңдар ма? Апаларыңның камзолында немен өрнектелген. Оқу қызметіміздің тақырыбы ою-өрнектер әлемі деп аталады. Ою-өрнек дегеніміз, балалар, бұл бізге латынша орнамент әсемдеу деген сөзіне шыққан. Ою-өрнектер бізге бейнелеу өнерінің жеке түрі болып келді. Ою-өрнектердің түрлерімен атаулары өте көп. Біз ою-өрнектерді киіз үйімізден бастап, оның ішіндегі тұрмыстық заттар, біздің қазақтың домбырасы, қыздарымыздың, ата-апаларымыздың камзолдарында, біздің текеметімізде, көрпешемізде және ыдыс аяқтарымызда әшекейленді, ою-өрнектермен әшекейленді. Дұрыс айтасыңдар балалар. Ал енді балалар, біз сол ою-өрнектердің бірнеше түрмен бұрын танысамыз. Бұл ою-өрнек түйе табан деп аталады. Ал мына ою-өрнегіміз қошқар мүйіз деп аталады. Ал мына ою құс қанаты деп аталады. Ал мына ою қызғалдақ және құс қанаты деп аталады екен балалар. Балалар, бүгін біз сол ою-өрнектердің ішінде қошқар мүйіз оюымен тереңірек танысамыз. Қошқар мүйіз деп аталу себебі балалар, біздің ата-бабаларымыз атар қойлары болсын және молшылық болсын деген ырыммен қошқар бұл ою-өрнекті қошқар мүйіз деп атаған. Ал біздің ою-өрнектеріміз балалар, біздің сандығымызда, тұрмыста қолданылатын және қоржынымызда, қыздардың ұлттық бас киімінде бейнеленген балалар. Және балалар, біздің ою-өрнегіміз Қазақстан Республикасының рәміздері бірі, біздің мемлекеттік туымызда бейнеленген қазақтың ұлттық оюы балалар. Және Түйеде. Өте дұрыс айтасың, түйенің қоржынында, айта берсек жастықта өте көп балалар. Көрпеде. Дұрыс айтасыңдар. Ал енді осы қошқар мүйіз туралы тақпақты кім біледі? Кәне, кім айтып береді? Кәне, кім? Үнжу айта қойшы. Қазақта бір ою бар, қошқар мүйіз, орын алар тұрағы, көрпе киіз, шеберлер осы өрнекпен сәндегенде көз тартып құбылады оюымыз. Жарайды, енді кім? Жарайсың. Данила келеді. Әжем кесе тігеді, ойып тұры оюды, жібереді өрмегі, сарықтарды өнері. Жарайсың. Және кім біледі кәне? Біздің ою-өрнек туралы Мадияр. Сәй шетін қоюлап, жақсы көрем атамды. Сырма қойған оюлап, жақсы көрем апамды. Жарайсың Мадияр. Және кім? Және кім айтып береді ою-өрнек туралы? Амир айта қойшы кәне. Ою-өрнек сәндігі көздің жалын алады.
болмаса да дөңесіз, ешбір мәнсіз қалады. Жарайсыңдар балалар. Мен біздің балалар ою-өрнек туралы тақпақтарды өте жақсы айтып шықты. Балалар, олай болса бір сергіп алайық, қане? Орнымыздан тұрамыз. Бір сергіп алайық. Қолымызды көтеріп, Қошқар мүйіз болайық. оң қолымды көтеріп, сол қолымды көтеріп, түйе табан болайық. Бір отырып, құс қанаты болайық. Біз ақылды баламыз, орнымызды табайық. Сергіп алдық па балалар? Жарайсыңдар. Балалар, енді мен сендермен дидактикалық ойын ойнарым деп тұр. Балалар, біздің ою-өрнектеріміз жануарларға, өсімдіктерге ұқсайды. Мен сендерге кез келген бір оюды айтамын. Сендер ол оюдың неге ұқсатасыңдар? Соны маған айтып бересіңдер. Қане? Түйе табан. Мадияр, тұршы. Түйенің табанына жарайсың. Ал енді Айбек, айта олшы. Қошқар мүйіз. Қошқардың мүйізіне ұқсайды екені? Жарайсың. Ал Диас тұра ғой. Мына ою неге ұқсайды? Құс қанат. Құстың қанатына жарайсың. Ал енді мына ою аяқ айта олшы. Қызғалдақ. Қызғалдаққа ұқсайды жарайсың. Ал мына ою қане? Қане абай? Қанаты. Неге ұқсайды? Құстың қанаты. Қанатына жарайсың. Балалар, біз дидактикалық ойынды жақсы ойнап шықтық. Ал енді біз мынау липбук арқылы біз өзіміздің ою-өрнектерімізді тұрмыста қолданылып жүрген нелерге орналастырамыз. Бұйымдарға, заттарға орналастырамыз, Қане? Кім орналастырып береді? Анна, келе ғой. Тез жылдан жасаймыз. Жарайсың, Анна. Ал енді келесі біздің бұйымымыз. Сезім, келе ғой. Не бұл? Сезім, не бұл? Мынау не? Сандық. Сандық. Біз сандыққа қандай оюды орналастырып жатырмыз, жапсырып? Қошқар мүйізді, жарайсыңдар. Ал енді Амина, келе ғой. Амина, мынау не? Қызғалдақ оюын біз неге жапсырып жатырмыз? Не мынау? Қамзолға жапсырып жатырмыз. Тез. Жарайсың. Ал енді келесі оюды Айбек, Роза, келе ғой. Не екен бұл, Роза? Ыдыс. Ал мынау? Не? Торсық, жарайсың. Ал енді балалар, келесі оюды даңғыл. Келе ғой даңғыл. Жарайсыңдар балалар. Сендер ою-өрнектерді өте жылдам және жақсы орналастырып шықтыңдар. Қазір біз оқу қызметімізді қорытындылайтын уақыт келді. Біз бүгін оқу қызметімізде недемен таныстық? Ою-өрнектермен. Қандай ою-өрнектермен таныстық? Түйе табан, қошқар мүйіз, құс қанаты, қызғалдақ, құс қанаты. Біз осындай ою-өрнектерді қай жерлерде қолданады екенбіз? Қай жерлерде? Киіз үйде жарайсың. Және? Кеседе. Бас киімімізде, қамзолымызда, домбырамызда. Жарайсыңдар балалар. Айта берсе өте көп. Біз ою-өрнектерімізді кез келген тұрмыстық бұйымдарымызда қолдана алады екенбіз. Балалар, сендер бүгінгі сабаққа өте жақсы қатыстыңдар. Ал сендерге бүгінгі оқу қызметі ұнады ма? Иә. Жақсы, қандай әсерде болдыңдар? Көңілді. Олай болса бүгінгі оқу қызметіміз